бәріне ассалаумағалейкум көрермен. Бүгін мен қорқынышты анимациялар топтамасын сіздерге жинап бердім. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бірінші мультфильм бізде бет жинау магазині деп аталады. Және де бізде Хэллоуиндағы қорқынышты бір үйлерді көрсетеді. Сосын бет жинау дүкені деп тұрған жерге бір құбыжық пен беті жоқ бір бала келеді. Сосын құбыжық келіп дүкеншіні шақыра бастайды. Сосын бұл дүкенде әртүрлі қорқынышты бет бейнелер бар екенін көреміз. Сосын бұл құбыжық оған қарап күліп, кез келген таңда деп айтады. Сосын ол өз көзін тағып айнаға қараған кезде елесті көре бастайды. Сосын оның беті сүйекке айналып кетеді. Сосын ол көзінен әлгі көзді жұлып алғысы келеді. Бірақ екі құбыжық әңгімелесіп отыр. Сосын құбыжық шапалақ беріп, әлгінің көзі түсіп қалады. Сосын ол көз таппаған соң өзінің көзіне әртүрлі көздер таға бастайды. Олар оған келетін көз таппайды. Содан кейін оған ауыз таңдайтын кез келді. Сосын бір құбыжықтың аузын тағып беріп, оған қарап күледі. Бірақ мына жігітке ұнамаған секілді. Сосын олар ауыздарды тағып көреді, бірақ дым шықпайды. Бәрі ана балаға дымда жараспай тұрады. Сосын құбыжық менде бір ой бар деп ине мен жіпті алып шығады. Сосын құбыжық ана балаға ине мен жіппен өзіне ауыз жасап ал деп айтады. Сосын ана бала жасап бастайды. Жасап болған соң ол күліп мен сөйлей аламын деп қуанып кетеді. Құбыжық болса сол уақытта қуанып кетеді. Сосын екеуі пиво ішуге кетеді. Сосын дүкенші құбыжықты қуанып оларды шығарып тастайды. Содан кейін оның дүкені шашылып жатқанын көріп қалады. Осымен мультфильм бітеді. Бұл мультфильмнің еш мағынасы жоқ, бірақ мына баланың өсірін таппаған. Сосын өзіне ауыз жасап құбыжықпен кетеді. Осымен бітті. Екінші мультфильм бізде балалар деп аталады. Және де мультфильм басында бізге 4483 деген санмен бір баланы көрсетеді. Сосын жүгіріп бара жатқан ит. Оны поезд қағып бала өз сабағына кетеді. Сосын біз қаншама заводтарды көреміз. Бұл жерде бүкіл бала сабақ оқып отырады. Және де бәрінің маңдайында сандар жазылған. Және де бәрі бірдей. Сосын олар футбол ойнайды, экзамен тапсырады. Сосын үйлеріне қайтады. Бірақ мынау 4483 деген бала тоқтап қалып, кешегі итке қарайды. Сосын бүгінде оны бір поезд қағып кетеді. Сосын күн кешегі тәртіппен өте бастайды. Сабақ оқиды, футбол ойнайды, және де есеп 10-10, басқаша өзгертуге болмайды. Сосын экзамен тапсырады. Сосын 4483 деген бала экзамен тапсырып, оны алып жатқан кезде біртүрлі дірілдеп тұрады. Мүмкін ол ашуланып тұрған шығар. Сосын оның мұғалімі оған қарап тұрған кезде оның аузы жыртылып кетеді. Сосын басқа оқушылардың да аузы жыртылып кетеді. Олар бәрі көтеріліп далаға шыға бастайды. Сосын жүгіріп қолдарында қару. Сосын дәл кешегіндей итті поезд қағып кетейін деп жатқан кезде 4483 жүгіріп барып әлгі итті құтқарып қалады. Бірақ оның басы қанайды. Содан кейін ол қорқынышты күле бастайды. Содан кейін бізге бытшы шығып жатқан заводтарды көрсетеді. Және де бұл анимацияда мына балалардың не шыдамай, әлде өздері шыдамай, ауыздары жыртылып кетеді. Бұл адамдардың әлеуметтік тәртіпке амалсыздықтан бағынуын және әсіресе совет үкіметі кезіндегі социализм тұр. Бәрі мінсіз болу керек деген оймен. Бірақ мына 4483 деген бала шыдамай айқайлап жүреді. Сосын оның артынан бәрі айқайлап көтеріліп кетеді. Сонда бұл анимация әр адамның өз ойы мен ойлау еркіндігіне ие болу керек екенін айтады. Еркін болыңыздар. Келесі мультфильм бізде күл деп аталады. Сосын бізге күліп тұрған смайликпен оның астында 5 отырған адамды көрсетеді. Олардың бәрі күліп отыр. Сосын бір қорқып отырған бір адамды көрсетеді. Ол бір аппараттың үстінде тұр. Сосын оған аппарат күл деп ескертеді. Бірақ әлгі жігіт қорққаннан дым түсінбейді. Сосын оның арқасына бір оқ атылады. Сосын оған қайтадан күл деп айтады. Бірақ ол күлмейді. Сосын оның арқасына тағы да оқ атылады. Сосын ол амалсыздықтан күліп жатады. Сосын жерде ағып жатқан оның қанын көрген кезде күлкісі тоқтап қалады. Сол кезде оның арқасына тағы да атып жібереді. Сосын ол қанша күлуге тырысса да бәрі күле алмайды. Сосын ана жерде отырған адамдар оны тағы да оқпен ата бастайды. Сосын оқпен атып қинап оны өлтіреді. Сосын оны бір терең жерге атып лақтырып жібереді. Сосын мына жердегі адамдар дым болмағандай күліп дискотека жасап отырады. Және де бұл адамдар емес екенін көреміз. Бұл мультикта күл деп адамды арқасына оқ атып қинайды. Бұл жан-жақтағы адамдардың қазіргі кездегі қысым жасауы. Бетке күл деп айтпаса да күлу керек. Әйтпесе жаман затпен бітуі мүмкін. Немесе жалғыз қаласың. Заман сондай достар. Ал мультфильмге басқаша қарайтын болсақ, мына отырған кісілер биліктегі адамдар. Олар басқарады. Ал кейбіреуі бағынбайды. Бұл бағынбаған тұлғалардың жазасы. Ал биліктегілер адамды адам көретін адам емес. Адамды жүйе көретін роботтар.